Сәлем достар, бүгін мен SketchUp Make бағдарламасымен сіздерге қазақ үй жасауды көрсететін боламын. Ал достар, бұл SketchUp Make интерфейсі. Біз бұл жерде жаңа атап өткеніміздей қазақ үй салуды бастаймыз. Және де қазақ үйді салу үшін бізге ең қажетті шеңбер қажет керек болады, я. Сол себепті біз бағандар бөліміне өтіп, мына жақтан шеңберді таңдаймыз. Бұл жерде шеңбер ғана емес, тікбұрышты таңдасаңыздар, үй салар болсаңыздар таңдауға болады. Ал маған қазір қазақ үй салу үшін шеңбер қажет. Шеңберді таңдадым. Шеңберді осы тұсқа салдым. Шеңберім дайын. Енді мен оны тарту, итеру арқылы керегемді көтеремін. Керегем көтерілді. Енді мен оны ары-бері айналдыра көру үшін орбит батырмасын басамын. Және де бұны ары-бері көре аламын. Міне, дөңгелегіміз, шеңберіміз дайын болды. Ал ендігі кезекте бізде жоғарғы бөлігі шаңырақ уықтарын салу үшін бізге тағы да шеңбер қажет болады. Шеңберді таңдадым. Шеңберді орналастырудамын. Шеңберім дайын болды. Енді мен оны жаңағы push-pull арқылы жоғары көтеремін. Ал ендігі бізде кезекте киіз үйге ұқсамай тұр, я? Сол себепті біз scale өлшемін кішірейту арқылы ол үшін құралдар бөліміне, яғни tools құралдар бөліміне кіріп, scale батырмасын басып, және де осы бағытты таңдап, мен қазақ үйдің пішінін келтіремін. Ал қайтадан көрейік. Міне, қазақ үйіміз келіп қалды. Киіз үйім дайын болды десем де болады. Ал қалай ойлайсыңдар, енді бізге не жетіспейді? Кереге салынды, уықтарым салынды, және де бізде төбедегі шаңырақ керек. Шаңырақты салу үшін мына батырманы басамыз, аркс. Және де шаңыраққа ұқсас пішінді осыны таңдаймыз. Ал шаңырағымды салуды бастайын. Шаңырақ салуды бастап кеттім. Бір беті дайын болған сияқты. Ал енді келесі бетін салу керек. Міне осылай, дәл осылай, осы пішінде шаңырағымыз дайын болды. Киіз үйіміз, қазақ үйіміз керемет. Міне шыққан сияқты. Ал қалай ойлайсыңдар, енді не жетіспей тұр? Шаңырағымыз салынды. Кереге оғымыз бар. Әрине бізге есік керек. Кірер есігімізді біз еркін сызықтар, яғни лайн арқылы сызамыз. Лайн сызық, я? Осы арқылы біз мұнда есігімізді сызатын боламыз.
және де бізге есікті тұтқасын салып қояйық. Киіз үйіміздің тұтқасы салынды. Ендігі кезекте біз терезеге көшейік. Еркін сызығымызды таңдап аламыз. Тереземіздің бір бөлігі салынды. Ал енді екінші жақ терезені салып қойсақ. Терезе есіктеріміз дайын болды. Киіз үйіміз дайын. Және де бұл жерде әртүрлі түстерге боясақ та болады. Ол үшін мына жақтан Paint батырмасын таңдап, біз әртүрліге бояй аламыз. Тереземізді бояп қойдық. Есігіміз боялды. Менің ойымша қазақ үйіміз дайын болған сияқты. SketchUp Make интерфейсін сол себепті осындай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар.